Мен Дүйсенмүндір Дүйсенқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистранты, еңбек өтілім 2 жыл. Жезқазған қаласының Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы номер 7 мектеп-лицейінде 1 жыл қызмет етемін. Әдістемелік тақырыбым мәтінмен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру. Өмірлік ұраным біліміңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тоз баспастан жарқырай түседі. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Мұғалім өз білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жоғалады деген Ушинский. Әрқашан өз білімімді жетілдіру үстіндемін. Биоақпараттандыру және серенгетика, сатылай кешенді талдау курстары менің кәсіби өсуіме көп септігін тигізді. Әрі оқу үрдісінде тиімді пайдаланып, әріптестеріммен бөлісіп отырамын. Сонымен қоса республикалық жас ғалымдардың ғылыми практикалық конференцияларына қатысып, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Нұрлан Оразбайұлының, Қарағанды болашақ университетінің ректоры Нұрлан Орынбасарұлының мадақтамаларымен марапатталдым. Іскер тіл, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, оқушылардың зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру атты әдістемелік бағдарламалар дайындағаным үшін ең үздік оқу әдістемелік кешен дипломымен марапатталдым. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп президентіміз атап өткендей, оқушылардың талантын ашу алға қойған мақсаттарының бірі. Оқушым Қалбаев Мырзағали 6-шы республикалық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасының сөз шебері конкурсы бойынша қалалық кезеңде 1-ші дәрежелі, аймақтық кезеңде 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Ақын оқушым Тұрсынов Бақтияр Ақберен республикалық оқушылар байқауының ақындар айтысы конкурсында қалалық кезеңінде 1-ші орынмен облысқа жолдама алып, облыстық кезеңнен мадақтамамен оралды. Былтырғы оқу жылынан бастап 6-шы В сыныбына сынып жетекшілік қызметін атқарамын. Жетекшілік атқаратын сыныбым номер 7-ші мектеп-лицейіндегі санитарлық-наркологиялық бекеттің мүшелері болып табылады. Оқушылар салауатты өмірін насихаттау мақсатында үнпарақтар таратып, бейнебаяндар дайындап, көріністер көрсетіп, хабарламалар таратады. Бала кезімнен әртіс, үлкен іс-шаралардың жүргізушісі болуды армандадым. Бірақ қазір ұстаз болсам да, әртістік өнерден қол үздім деп айта алмаймын. Мектебімізде ұйымдастырылатын мерекелік іс-шараларға сахналық қойылымдар дайындаймын. Оқушыларым туған жердің топырағы, ұстазды оңай ма, желтоқсан жаңғырығы, мен өмірді жырлау үшін келгенмін атты ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өмірін сомдаған түрлі сахналық көріністер көрсетті. Ұстаз қай уақытта болсын, ол ұстаз. Өз қалауымен, өз жүрегімен таңдаған ұстаздықты адал алып жүру, ол адамзат алдындағы үлкен жауапкершілік. Ендеше адамзат алдындағы жауапкершілікті адал алып жүру менің басты парызым.